Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Анельдің шашы ұзын. У Анеля длинные волосы. Балалар, түсініп оқимыз. Қарапайым сұрақтарға кім, қандай жауап беруге үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке будем читать текст, будем учиться отвечать на простые вопросы. Кім, кто, қандай, какой, какая, какие. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Шаш, ұзын, қысқа, түс, қоңыр. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы қайталайық. Шаш, волосы, ұзын, длинные, қысқа, короткие. Қоңыр, қара, сары. Қоңыр, коричневые, қара, черные, сары, светлые, түс, цвета. Жақсы, балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Есте сақтайық. Тәуелдік жалғау, притяжательное окончание. Менің шашым, мои волосы. Сенің шашың, твои волосы. Оның шашы, его, ее волосы. Шашы қоңыр. Волосы коричневые. Бұл мен. Менің шашым ұзын. Түсі қара. Бұл анам. Это моя мама. Анамның шашы қысқа. Түсі қоңыр. Короткие волосы, цвет коричневый. Қандай? Қоңыр. Бұл кім? Бұл анам. Кто это? Это моя мама. Жақсы, балалар. Тыңдалым. Мәтінді тыңда, қайтала оқы. Ребята, внимательно слушаем текст. Попробуем некоторые предложения перевести сами. Читаем. Бұл менің досым Анель. Это моя подруга Анель. Анельдің шашы ұзын. Оның шашы қоңыр. Бұл ағам Қанат. Это мой брат Қанат. Оның шашы қысқа. Қанаттың шашы қоңыр. Менің шашым ұзын. Мои волосы длинные. Сенің шашың ұзын ба? Қысқа ма? Твои волосы короткие или длинные? Балалар, видеоны тоқтатып, аударып көріңдер. Ребята, можете приостановить видео, внимательно прочитать. Попробуйте сами перевести. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. А теперь попробуем ответить на вопросы к тексту. Бұл кім? Кто это? Бұл кім, балалар? Иә, бұл менің досым Анель. Анельдің шашы қандай? Какие? Шаш, волосы. Анельдің шашы ұзын. Түсі қандай? Түсі. Цвет какой? Түсі қоңыр. Бұл кім? Бұл ағам Қанат. Қанаттың шашы қандай? Қанаттың шашы қысқа. Түсі қандай? Түсі қоңыр. Ал енді мына сұраққа жауап беріңдер. Сенің шашың ұзын ба? Қысқа ма? Попробуйте ответить на этот вопрос. Жақсы, балалар. Оқылым. Бұл Анель. Анельдің шашы ұзын. Бұл Анна. Оның шашы қысқа. Бұл менің досым Әлібек. Оның шашы қоңыр.
Бұл менің досым Саша. Оның шашы сары. Ребята, теперь вы сами можете описать волосы своих друзей. Да? Например, бұл Анель. Это Анель. Анельдің шашы ұзын. Конор. У Анели волосы длинные, коричневые. Бұл Анна. Аннаның шашы қысқа. У нее короткие волосы. Жақсы балалар, точно так же попробуйте сами описать волосы своих друзей. Айтылым, сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Сенің атың кім? Сенің шашың қандай? Түсі қандай? Какие у тебя волосы? Цвет какой? Анаңның шашы қандай? Какие волосы у мамы? Түсі қандай? Цвет волос какой? Ребята, это задание вы отправляете голосовым сообщением учителю. Вы описываете свои волосы, описываете волосы своей мамы. Дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Анельдің шашы ұзын, сабақтың тақырыбы 3-ші тапсырма, 14-ші бет. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Вам нужно ставить нужные слова и переписать предложение. Үлгі, менің шашым ұзын. Қажетті сөздер: ақ, седые, белые, түсі, цвет, шашы, его волосы, менің, мои. Қорытынды. Менің анамның шашы ұзын, түсі қара. Менің досымның шашы қысқа, түсі сары. Жаңа сөздер: шаш, ұзын, түсі, қысқа. Ребята, это новые слова, которые мы сегодня прошли. Мы можем их применить. Мы можем описать волосы, свои волосы, волосы своих родителей, друзей. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.